Жаңа жыл жақындады. Жаңа жылға өзіме бір подарок істеуге бара жатырмын. Қалай ойлайсыздар? Не істейін деп жатырмын? Не алайын деп жатырмын? Тапқан адамға лайк басамын. Кіріп қалсам кәдімгідей бар ғой, ойлаймын да, жаңа жылда осындайлардың қаншауы ішіліп кетейін деп жатыр екен. Азғырасыңдар да. Достар, короче, біз кішігірім әр нәрсе алып жүріп қой енді. Туда-сюда, там-ся, мынау енді қонаққа. Шо там, вот там деген әңгіме. Бірақ мына жерде бір қызық нәрсе көріп қалдым да, короче. Мында бір корзина тұр. Ала салайын деп ойладым да. Маған қанша деп ойлайсың? Тапсаң 20 мың беремін. 200. 200 ба? 200 мың. Қойшы, 20 мың құтты олсын. Отылып қалдың ба? Енді қар. Қарасы? Базар, жексен базар. Бұл, ладно, 20 мың деген саған. Так, енді маған кетті. Мынау қанша тұрады деп ойлайсың? Мынау 700-500. Мен же тоже қадалдым ғой, короче. Мынау 235 мың. 235. Пиздец қой, ойлаңдаршы, мынау 700 теңге. Мен 700 теңгеге мен жесткий бір ат аламын да, сойып таратамын ғой бәріне. Бүгінгі деймін. Мына жердің бір бағалары өте бір қызық екен. Черешня 5700 теңге дейді да, 5700 болса ала салайын деп істесем, бұның килограммы екен, и получается мынау 26106 теңге. Черешня жемей-ақ қоям-ау. Клубника арзан, оның арасында черешняның дома екен. Бүгін Заринаның қолынан шай ішу бұйырыпты. Рахмет. Андай бір самаурында қайнар болған шай болып тұр ғой, короче. Бұл кісінің енді мамасы бұл жақта емес. Біз жоқ болсақ тек суық іше береді, салқын іше береді. Біз чай бермесін ішіп жүре береді, ауырып. Әңгімен жібереді. Ішпейді деп айтыңыздар, мұзда ішпейді. Әдем деп шіреді да сан әдем. Қайырлы күн баршаларыңызға. Сен жылайтын кино көріп отқан жоқсың ба тағы да? Жылайтын кино көрме. Біз чай ішейін деп жатырмыз. Таңғы асымыз бен кешкі асымыз. Тағы да осындай чай дайындағанбыз. Бірақ бұл жолы тағы да мед қостық. Қолда жіберген. Күшті ме екен? Ем болсын жаным. Мұны мама бербеген кеше. Өкіл мама. Кеше өкіл мамамыз беріп жүрген. Кеше қара құтқан. Көпшін кешегі тамақтар дейсің. Кешегі тамақтар. Сол, недеміз? Кеш тұрдық. По факту айтайын. Нақтысын айтайын. Кеш жаттық, кеш тұрдық.
сурет бітті. Менікі мынандай болды. Кішкене андай мрачный, получается, бір робот сияқты, который өмірден шаршап кеткен мынау урондар. И мынау ішінде жақсы адам да, короче, сол 1-2-3 деп қайтып бастай береді, короче. Сіздердің енді Менікі осындай пикми картинка алып шықты. в общем, осындай болып тұр енді. Ойымызға келген сала-салақты негізі. Иә. Бірақ менікі реальность болып тұр. Зарина кішкене андай воображение болып тұр, короче. Қиял әлемі, анау комната страха болып тұр. Комната страха деген ғой. Біз бүгін Эдуштың заттарын алып кетуге үйіне келдік. Қазір осында боламыз. Содан кейін бір заведениеге барайын деп тұрық енді өзіміз. Ағыркемен кездесіп, кішкене бірімізді сағынып қалғанымыз бар. Одан кейін сол, короче. Одан кейін может үйге қайтамыз, может таңертең бір бітіретін жұмыстар береді, мүмкін шықта қалып қаламыз деген сияқты ойланып тұрмыз енді. Пока мамалардан рұқсат сұрап көреміз. Если рұқсат етіп жатса, осында қалып, ертеңгі жұмыстарымызды бітіріп, бірақ баратын болдық үйге.